Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай аппақ әдемі шкатулка смоладан жасайтын боламыз. Қажетті заттарды экранға көрсетіп кетемін. Смоламен жұмыс жасамас бұрын міндетті түрде бір рет қолданылатын қолғап және де бетперде керек. Осы екі зат міндетті түрде. Ендігі кезек таразымызды қосып аламыз және де А компонентін аламыз. Бұл смола. Смоламызды керек мөлшерде таразымен өлшеп құйып алатын боламыз. Смоламызды керек мөлшерде құйып алдық. Ендігі кезек Б компоненті отвердитель. Бұл смоланы ерітетін еріткіш. Бұны да керек мөлшерде құйып алатын боламыз. Смоламыз бен отвердителімізді керек мөлшерде құйып алдық. Ендігі кезек осы смоламызды жақсылап 3-4 минут араластыратын боламыз. Смоламызды жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезек бізге осындай ақ краска керек. Осы ақ краскамызды шамалдап қосып отырып, араластырып отырып, құйып отырамыз. Неге краскамызды қосып, смоламызды жақсылап араластырып болдық. Енді кезек бізге осындай перламутровый жемчужный оттенк беретін пигмент керек. Бұны да қажет мөлшерде салып алатын боламыз. Смоламызды да жақсылап араластырып болдық. Енді осындай бізге оттық керек. Оттықтың көмегімен ауасын шығаратын боламыз. Смоламыздың ауасын шығарып, жақсылап араластырып алдық. Мінекей смоламыз формамызға құюға дайын. Формамызды алдын ала жуып, тазалап, қылшықтарын скотчтың көмегімен тазартып алған болатынмын. Смоламызды енді формамызға құятын боламыз.
формамызға бірінші шамалы құйып аламыз. Формамызға құйған соң шамалы ұрғылап жүреміз ауасын шығару үшін. Шкатулкамызға да жартылай құйып, ұрғылап ауасын шығаратын боламыз. Ауасы болса, осы видеодағыдай қолымызға алып, осылай айналдыра отырып басып ауасын шығаратын боламыз. Ұрғылап ауасын шығарып болған соң, келесі жарты бөлігін түгелімен құйып шығатын боламыз. Смоламызды толығымен құйып болған соң, қосымша тағы да ұрғылап ауасын шығарып жүретін боламыз. Осылайша ұрғылап болған соң, оттықтың көмегімен бетіндегі ауаларын шығаратын боламыз. Патносымыз бен шкатулкамызды құйып ауасын шығарып болған соң, қақпағымызды да құюға кірісетін боламыз. Қақпағымызға жартылай құйып алатын боламыз. Жартылай құйып болған соң, ауасын шығаруға кірісетін боламыз. Ауасын шығарғанда бірінші бас жағынан ақырындап басып, айналдырып отырып ауасын шығаратын боламыз. Ауасын шығарып алдық, енді қалған бөлігін толығымен құйып шығатын боламыз. Қақпағын құйғанда бетіне дейін толтырып құймаймыз, шамалы тістеріне шейін жетпей құйылу керек. Егер бетіне шейін толығымен құятын болсаңыз, қақпағы дұрыс жабылмайтын болады. Смоламызды толығымен құйып болған соң, осындай шпательдің көмегімен тістеріндегі ауаларын айналдыра отырып шығарып тастайтын боламыз. Енді кезек бетіндегі ауаларын оттықтың көмегімен шығарып жіберетін боламыз. Барлығын құйып болған соң, бұл бұйымдарды 2 күнге кептіруге қойып қоятын боламыз. Міне 2 күн өтті, енді шкатулкаларымызды, қақпақтарымыз барлығын молдтан ақырындап шығаратын боламыз. Міне біздің әдемі шкатулкамыз бен подносымыз дайын болды. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де мені жоғалтып алмау үшін подписка жасап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.